Саламатсыздармы, құрметті магистранттар. Бүгін ғылым тарихы және философиясы пәнінен кезекті семинар сабағын бастаймыз. Төртінші семинар сабағымыздың тақырыбы ежелгі Грекия ғылымының отаны. Жоспар бойынша қарастырылатын негізі үш мәселе. Бірінші мәселе шығыс мифтері мен білімдерінің ежелгі шығыс өркениетінің грек мәдениетіне, философиясына және жаңа пайда болған ғылымына әсері. Екінші сұрақ антикалық логика және антикалық математика, тарихи, мәдени және ғылыми маңызы. Және үшінші сұрақ алхимия, астрология, магия, табиғат объектілерін қабылдаудың ерекшеліктері. Сонымен семинар сабағының мақсаты антикалық дүниетанымдық көзқарастың өз кезеңіндегі ғылыми жетістіктері негізінде өзінің логикалық категориялық аппараттарын жетілдіре отырып, философияның көзқарастық және рационалдық жүйелік жақтарын тығыз байланыста зерделеу. Сонымен бірге кейінірек келе жатқан классикалық деңгейге дейін көтерілуіне мүмкіндік туғызған мәселелерді жан-жақты ашып көрсету. Сонымен семинар сабағымызды бастайық. Бүгінгі семинар сабағының модераторы ретінде математика мамандығы магистранты Асылбекке кезекті береміз. Сабақты Асылбек, сіз ары жалғастырасыз. Барлықтарыңызға сәттілік. Қайырлы күн, құрметті магистранттар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ежелгі Греция ғылымының отаны. Сабақтың түрін айтып өтейін. Ұсынылатын сабақтың түрі танымдық ізденіс және интеллектуалды ойын ретінде өткізуді ұсынамын. Ал енді айтылған тақырыптар бойынша біздер топ-топқа бөлінсек, алдарыңызда көріп отқандарыңыздай қағаздарға бөлініп тұр. Бірінші, екінші, үшінші топқа. Яғни бұл жерде тақырып бойынша әрбір топтан бір адамнан келіп таңдаңыздар. Жеке кезекпен таңдаңыздар. Кім қай топқа түсті, кім қай тақырыпты алды, сол жерге отырсаңыздар болады. Бірінші топ партада отырады. Ол топтың тақырыбы ежелгі грек мәдениеті, философиясы және жаңа пайда болған ғылымға әсері. Екінші топ антикалық логика және антикалық математика, тарихи, мәдени және ғылым маңызы. Ал үшінші топта алхимия, астрология, магия, яғни табиғат объектілерін қабылдауды ерекшеліктері. Топ-топ бойынша бөлініп алсақ. Соны бастайық. Бірінші топтан келіп, бір адамнан келіп ала кеткен. Жақсы магистранттар, ендеше топқа бөлінген болсақ, сіздердің алдарыңызға қағаздар мен бірнеше құрал саймандар берілген. Соларды пайдалана отыра, өздеріңіздің тақырыптарыңызға байланысты постер қарастырып, тақырыптың негізгі мәні мен мәйегін ашсаңыздар. Келесіз бе? Сіздерге дайындауға әрине уақыт беріледі. Олай болса, сәттілік. Іске кірісейік. Магистранттар, ендеше тақырыптан дайын болып қалсаңыздар, ал шығып, өз тақырыптарыңызды қорғасаңыздар. Бірінші топтан бастайық. Бірінші топтың тақырыбы ежелгі грек мәдениеті, философиясы және жаңа пайда болған ғылымға әсері. Бізге берген тапсырма шығыс мифтері мен білімдерінің ежелгі шығыс өркениетінің мәдениетіне, философиясы және жаңа пайда болған ғылымға әсері деген тапсырма болды. Біз оны үшке бөлдік: мифология, философия және мәдениет. Мәдениет бірінші? Мәдениет ол эллинизм дәуірінің аралықта қамтиды. Онда ежелгі Грецияда сауда-саттық, тау-кен ісі, қыш құмыра тоқыма ісі өндірісі қарқын дамығанда, жерорта теңізінің айналасындағы барлық мемлекеттермен сауда-саттық қарым-қатынасы кеңейе түседі. Сол кезде солтүстік Африка, жерорта теңізінің солтүстік батысы елдермен қарым-қатынасы күшейе түседі. Мифология ол құдайларға табыну. Онда құдайлардың арасында ең бастысы Зевс, одан кейін Посейдон, Аид және Афина. Зевс ол найзалар құдайы, Посейдон су құдайы, Аид ол өлілердің құдайы және Афина ол білімділердің құдайы.
мифологияда әлем, театр, адамдар, актерлар, барлығы космос деген түсінік қалыптасқан. Енді философия деп айта кетсек, философияны біз бірнеше кезеңге бөлеміз. Оның біріншісі натур философиясы. Аты айтып тұрғандай, nature ол табиғат. Бұл жерде философтар, оның көрнекті өкілдері жаңағы Фалес, Пифагор деген философтар, олар табиғат барлық құбылысты табиғат арқылы түсінуге тырысқан. Оның ішінде бірнеше түрлі мектептерге бөлінген. Атап өтсек, атомистер туралы. Атомистер әлемде шексіз бос кеңістікте мәңгі қозғалатын атомдардың шексіз жиынтығы деген. Атомистердің көрнекті өкілі Демокрит әлем хаос емес, әр нәрсенің себебі бар деген. Сол бізде софистер ол даналықтың, шешендіктің, кәсіби ұстаздары деген саналған ежелгі Греция философтары. Софистер жалпы екіге бөлінеді, аға софистер және де кіші софистер. Аға софистердің өкіліне Продик, Гиппий және Протагор жатса, кіші софистерде Филалай, Гипподам және де Кретий жатады. Жалпы софистер ол софистердің негізгі мақсаты ол діннен бас тарту болып табылады. Софистер софизм әдісін қолданған болатын. Софизм әдісі бойынша ол өтірік затты барынша дұрыс ретінде қабылдау болып табылады. Осы тұста софистерді Аристотель жалған ұстаздар ретінде анықтама беретін болатын. Енді келесі кезең ретінде біз классикалық философияны атауға болады. Оның көрнекті өкілдері жаңа айтқандай Сократ, Платон және Аристотель. Олар бұған дейін айтылған атомистер мен софистердің идеяларына қарсы шыққан. Мысалы айта кетсек, Сократтың тұжырымы ол Сократтың философияға әкелген үлесі ол философияны космостан адамға қарай түсірді деп айтылды. Және Сократтың философияны түсіндіру әдісі ол диалог әдісі деп аталады. Яғни оның екі адамның бір тақырыпта әңгімелесуі, бір тақырыпты талқылау арқылы сол тақырыптың басты мәселесін ашу. Және Сократтың бір сөзі, ол мен ештеңені білмеймін, және басқалар оны да білмейді. Яғни бұл жерде философияны адамға тіреп тұр. Біздің тақырып бойынша осы мәселелер айтылған. Сұрақтарыңыз болса? Сұрақтарым жоқ сияқты. Ендеше бірінші топқа рахмет. Сіздер орындарыңызға жайғасаңыздар. Кезекте екінші топқа берсек. Екінші топтың тарихы антикалық логика және антикалық математика тарихи, мәдени және ғылыми маңызы. Қайырлы күн, құрметті магистранттар. Біздің тақырыбымыз антикалық логика және антикалық математика, оның мәдениеті және ғылыми маңызы. Жалпы тарихына қысқаша шолу жасай кетсек, антикалық философия біздің заманымызға дейінгі Сократ философиясының кезеңінде 6 ғасырда пайда болып, біздің заманымыздың 529 жылына дейінгі аралықтарда өмір сүрген. Оның ең соңғы мектебі Афинада император Юстиниан біріншінің жарлығымен антика мектебі жабылған болатын. Оның ең бірінші философы Фалес, ең соңғысы антикалық философ, тарихта қалған Боэций. Антикалық философтардың негізгі стихиялы реализмдік бағытта ұстанады. Олардың зерттеу тақырыптары дүниенің түп негізі, алғашқы бастамасы болып табылады. Және мысалы олар дүние неден жаралды, қайдан қалай пайда болды дейтін сияқты сұрақтардың жауабын көп іздеген. Кейбір жерлерде ол кісілерді натур философтар деп те атайды. Жалпы математика саласында негізделген және дәлелденген теорияны қолдану ол білімді баяндаудың жаңа принципі болып табылады. Яғни грек математикасында осы білімді теория түрінде баяндау істен болып келеді, яғни берілді, дәлелдеу керек және дәлелді деген осы принцип қолданған болады. Жалпы антикалық философтар Фалес, Пифагор, Платон сияқты олар математикалық дамуды теориялық жолына өтуіне үлкен ықпалдарын тигізген болатын.
қажетті жұмыстарды, қажетті жағдайларды жасаған. Сонымен қатар математика білімді дәлелдеу әдісі қолдану арқылы осы жүйелендірудің әртүрлі керек қадамдары қабылданған болатын. Осы соңғы Евклидтің геометриялық жүйесіне өтуіне де үлкен үлесін қосқан болатын. Және де осы атом ілімінің негізін қалаушы ежелгі грек философы Демокритий өзінің келесі сөздерін айтып кеткен болатын. Мен үшін барлық ғылыми дәлелдемелерді табу парсы ташалысын меңгеруден гөрі маңызды деп. Яғни осы сөзден кейін біз дәлелдеу ол математиканың іргетасы және дәлелдеусіз математиканың жалпы оқудың маңызы жоқ екенін байқай аламыз. Өзімнің тобымдағы Дәулетхан мен Айжан айтып кеткендей, антикалық философияның ең алғашқы өкілі бұл Фалес болып табылады. Фалес бұл біздің дәуірімізге дейін 6258 және 548 жылдары өмір сүрген сол кездегі мемлекеттік қайраткер, инженер, астроном, философ, математик. Қарап тұрсақ, жан-жақта бұл деген Америка математигі белгілі Дея Стройктың айтуы бойынша, аңыз бойынша грек математикасының атасы Милет көпесі, яғни Милет мектебінен шыққан Фалес болып есептеледі. Ол қазіргі математиканың негізін салушы ғана емес, сонымен қатар жаңа айтылып кеткен қасиеттерге сәйкес ол философияның және ғылымның негізін салушылардың бірі. Ежелгі грек математикасы бір деп дамыған болатын, олар бірнеше мектепке бөлінді. Солардың бірі Пифагор мектебі. Пифагор Самосский біздің заманымызға дейін 500-500 жылдар аралығында өмір сүрген ежелгі грек математика. Ол Самос аралында дүниеге келген болатын. Ол және Фалестің шәкірті болып табылады. Жалпы пифагоршылар сандар бүкіл тіршіліктің бастамасы деп алады. Яғни олардың ұраны дүниенің барлығы сандардан тұрады деп айтады. Жалпы пифагоршылар Текратис деген ұғымға сенген болатын. Яғни 1, 2, 3 және 4 сандарын алатын болса, олардың қосындысы мысалы 10-ға тең. 10 саны ол идеал сан болып табылған олар үшін. Яғни олардың өздерінің тіпті анты болған екен. Текратистің атынан жан дүниемен ант етемін. Мәңгі гүлденіп тұратын табиғаттың қайнар көзі мен тамыры сонда жатыр деп есептеген болатын. Пифагор негізгі жетістігі гипотенузаның квадратты үшбұрыштың катеттердің квадраттарының қосындысына тең деп атаған болатын. Бұл теорема бір деңгейлі Вавилон елдеріне де тараған болатын, бірақ дәлелденбеген. Осы Пифагор мектебі математика терминін қалыптастырған болатын және оны 4 салаға бөлген. Ол арифметика, сандар туралы ғылым, және гармония, музыка туралы ғылым. Үшіншісі ол геометрия, фигуралар туралы ғылым және астрономия, аспан денелері туралы ғылым. Барлықтарыңызға назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса, қойыңыздар. Тоқтар, сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтарыңыз жоқ болса, екінші топқа рахмет, орындарыңызға жайғасаңыздар. Кезекті соңғы үшінші топқа берейін. Бұл топтың тақырыбы алхимия, астрология, магия, табиғат объектілерін қабылдаудың ерекшеліктері. Біздің үшінші топтың тақырыбы алхимия, астрология, магия, табиғи объектілердің қабылдау ерекшеліктері. Бірінші кезекте біз алхимияны қарастырамыз. Жалпы алхимия грек тілінен аударғанда алхимия балқу дегенді білдіреді, яғни металдармен жұмыс істеу. Жалпы алхимия ол бізде химиялық ғылым және мәдени дәстүр. Оның басты мақсаты осы өмірде жоқ философиялық тастың, яғни жай металдардың бағалы металдарға, яғни трансмутация арқылы бір металдың екінші металға айналуы сенімнен пайда болған. Алхимиямен айналысатын адамдарды алхимиктер деп атаған. Олардың басты мақсаты сол философиялық тастың табу болып есептеледі. Жалпы және алхимиктер осы философиялық тасқа көптеген дәрілік қасиеттерге теңеген. Олар мысалы кез келген
кез келген өмірдің ұзаруы, жастық және күштің қайтаруы және тағы да басқалар. Жалпы сол кезде алхимиктерді адасушылардан деп есептеген, себебі олар мүмкін емес нәрсеге қол жеткізгісі келген. Келесі астрология. Астрология тақылатын болсақ, ол астрология ежелгі грек тілінен аударғанда астро, яғни жұлдыз деген мағына береді, логос ол ойлау. Енді астрология ол ежелгі грек тілінен шыққан, яғни ежелгі гректер аспанға сенген. Яғни аспандағы қозғалыс, яғни аспан, жұлдыздар, олар адамның өміріне тікелей байланысты деп түсінген. Яғни астрология ол негізі Американың қаншама ғалымдары осы астрологияны физикалық тұрғыдан түсіндіру және зерттеу, осыны дәлелдеу мақсатында қанша түрлі әрекет жасаған. Яғни олардың ешқайсысы сәтті аяқталмаған. Енді астрология біздің қазіргі заманға дейін жеткен, ол бізде жұлдызнама деп аталады. Яғни әрқайсымыз біз жұлдызнаманы қызығушылықпен хотя бір рет болсын оқығанбыз. Енді астрологияда осы жұлдызнамада 12 белгі бар. Ол 12 белгі яғни ежелгі гректердегі өздерінің 12 мифтеріне теңеп осылай аталған, яғни осылай белгіленіп аталған. Бұл астрологиядағы жұлдызнама ол адамның мінезін, адамды, яғни адам болашағын зерттеп, оны болжай алады. Яғни оны енді қанша дегенмен де ешқандай анықтап дәлелденбеген. Сондықтан да ежелгі гректерде, ежелгі римдерде мынандай сөз бар, яғни жұлдыздар ақымақты бастырады, ал ақылдылар жұлдызды бастырады деген сөз болған. Келесі бізде магия. Ежелгі Грецияда бізде магияның түрлері өте қатты дамыған. Олар да белгіліктер кезіндегі қазіргі дәуірге дейін келіп жеткен. Біріншісі бастасақ, біріншісі ол бойтұмарлар болған. Бойтұмарлар негізі өте қарапайым магия болып есептеледі. Өйткені кең тараған сол кезде екі түрі болған бойтұмардың. Біріншісі жамандықтан сақтайтын бойтұмар болған, яғни әртүрлі зұлымдықтан көздеу деген сияқты жамандықтар сақтайтын. Екіншісі сәттілік алып келетін бойтұмарлар болған. Келесі түріне келсек, ол бізде әртүрлі сусындар болған. Мысалға адамның өмірін ұзартатын сусындар және әсіресе көп тарағаны, яғни біреудің махаббатын алып жаулап алу, біреудің жүрегін жаулап алу, махаббат эликсирі болған. Махаббат эликсирі ол соншалық көп тараған, Геракль мифында осы эликсир туралы келген, яғни Геракльдің әйелі осы эликсирді қолдану арқылы Геракльдің есін алған, махаббатын жүрегін жаулап алған делінеді. Енді келесі үшіншісі бізде яғни магиялардың жақсы болғандай жаман да болады. Мысалға бұл жерде қара магия деп аталады, яғни біреуге зұлымдық әкелу үшін қолданылған. Мысалы мына жерде көріп тұрғандай, бұл жерде бір ойыншыққа инелер тығып, қан ағып деген сияқты оған қан жағады. Яғни бұл қолданылу мақсаты адамға зұлымдық әкелу, яғни бір адамға басына қандай жамандық тілеу мақсатымен жасалады. Яғни ежелгі Грецияда осындай түрлер болған. Жалпы осы магия тақырып толықтыра кететін болсақ, барлық ежелгі Грекияның бұрынғы орналасқан жерінде, барлық территориясында ежелгі қыш тақтайшалар кездеседі. Ол тақтайшаларда осы магиялық қасиеттер бар деп сенген, яғни олар көбінесе сол тақтайшалардың медициналық практикада қолданылған, яғни олар біреудің өзінің сана сезімін жақсартуға немесе жаңағы айтып кеткендей өмір жасын ұзартуға бағытталған. Олардың сол тақтайшалармен бірге өздерінің ритуалдар жүрген, яғни қандай да бір магиялық элементтер немесе соған ұқсас символдармен бірге жүретін болса, олардың пайдасы көбірек болады деп есептеген. Және де айтып кеткендей тұмарлар көбінесе ежелгі грек шаруашылығымен айналысатын адамдар, ауыл шаруашылығымен айналысатындар өздерімен бірге тұмарлар ұстап жүрген. Олардың сенімдері бойынша мысалы жауын-шашын көп жауын тілеген және де көбірек жауады деп ойлаған. Жалпы егер осы тақырыпты қорытындылайтын болсақ, мысалы алхимия толық ғылым ретінде саналмаса да, ол болашақ химия ғылымының бастамасы ретінде есептеуге болады. Және де дәл солай астрология. Астрология ғылымы астрономия ғылымымен ежелгі Грецияда бір-бірімен байланыста болған. Және де ол сол астрономияның одан әрі дамуына қандай да бір үлесін қосқан. Біз осымен тақырыпты аяқтаймыз. Сұрақтарыңыз болса.
Үшінші топқа сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар, болмаса үшінші топқа рахметімізді айтып, орындарыңызға жайғасаңыздар. Бірінші кезең біздерде сәтті аяқталды деген ойдамын. Олай болса екінші кезең интеллектуалды ойын кезеңіне көшейік. Бұл интеллектуалды ойынның шартымен таныстырып өтейін. Сіздер тақтаға берген яшықты топ бойынша таңдайсыздар. Бірінші топ бір яшық таңдайды деген секілді. Сол жерден сұрақты шығады, сол сұраққа топ бойынша жауап беретін боласыздар. Келесіз бе? Ендеше бірінші топтың таңдайтын яшығы қай яшық? Үшінші яшық. Жақсы. Тарих кітабының авторы. Сақта жайлы жазып кеткен ежелгі грек тарихшысы. Жауабымыз дайын. Біздің ойымызша Платон. Көрейік. Өкінішке орай сіздер қателестіңіздер. Тарихтың атасы Геродот болған. Жақсы. Сақтарыңыз сынбасын, басқа сұрақтарға жауап беретін болса. Келесі екінші топта кезек. Сіздер қай яшық таңдайсыздар? Жетінші яшық. Жетінші яшық. Жеті келісім деген шығарсыздар. Бұл философ әрі математик әлемнің тәртібі мен негізгі сандардың арақатынасы арқылы анықталады деп тұжырымдады. Бұл кім? Пифагор. Суретінде тұрғанда осы теореманы ойлап тапқан ғалым математик Пифагор. Керемет, дұрыс жауап бердіңіздер. Үшінші топ сіздердің таңдайтын яшықтарыңыз. Біз бірінші яшықтамыз. Бірінші яшық. Батыс философиясының негізін қалаушы, ежелгі грек философы Платонның ұстазы және өзіңді өзің танып біл деген тұжырымдаманың авторы. Бұл кім деп ойлайсыздар? Біздің топтың ойы бойынша бұл сөздердің авторы Сократ болып табылады. Сократ, жақсы, көрейік. Керемет, жауаптарыңыз дұрыс. Бірінші топ. Сіздер тағы яшық таңдасаңыздар. Біз төртінші яшық таңдаймыз. Төртінші яшықта. Медицина ғылымының негізін салушылардың бірі, медицина қызметкерлері оны атымен ант береді. Бұл кісінің есімі. Біздің ойымызша жауабы Гиппократ. Гиппократ. Жақсы. Я бұл жолы дұрыс айттыңыздар, медицина Гиппократ. Екінші топ сіздер қай яшық таңдайсыздар? Екінші яшық. Екінші яшық. Еуропалық мәдениеттегі тұңғыш жаратылыстану ғалымы, Грекияның тұңғыш жер шары картасын сызушы бұл кім? Жауап дайын. Жауаптарыңыздар. Біздің ойымызша бұл Платон. Максим бар. Өкінішке орай сіздер жауаптарыңыздар. Келесі. Үшінші топ сіздер қай яшық таңдайсыздар? Ескере кетейін, мына сары яшықтардың барлығы ашылды. Таңдай алмайсыздар. Бесінші яшық таңдайық. Бесінші яшық. Осы ежелгі грек философы бәрі атомдардан тұрады деген пікір қалдырған. Ол кісі кім? Жауап Демокрит деп ойлаймыз. Демокрит. Тағы да жауап бердіңіздер. Керемет. Бірінші топ сіздер қай яшық таңдайсыздар? Біз 10-шы. 10-шы яшық. Өйдатымен аталған гидростатика заңын, рычаг заңын, жер суаратын механизмдерді ашқан ұлы ғалым математик және механик. Біздің топтың ойынша Архимед. Архимед. Дұрыс жауап. Екінші топ яшықтарымыз.
6-шы сұрақ. 6-шы яшық. Ол әртүрлі салаларда білімге ие болды. Көптеген ғылымдардың негізін қалады. Афинаның Ликей деген жерде өз мектебін ашты. Метафизика және этика деген кітаптардың авторы. Біздің ойымыз Аристотель. Аристотель. Адамзаттың ең алғашқы ұстазы. Дұрыс айтасыз. Адамзаттың ең алғашқы. Үшінші топ. Біз 9-шы яштамыз. 9-шы яшта. Илиада мен Одиссеяны жазған ежелгі Грецияның әйгілі ақындарының бірі. Бұл кісінің атымен бір мультсериал бар. Сол мультсериалда бір кейіпкер бар, осы кісінің атына аталады. Сіздерге кішігірім нұсқау. Біздің жауап Гамлет. Жауабыңыз? Гамлет. Дұрыс айтасыздар, жауаптарыңыз дұрыс. Гамлет. Бірінші топ. Сіздер қай шықтыңыз? Біз 11 таңдайық. 11-ші яшықта. Ежелгі грек философы Сократтың шәкірті, Европалық идеализм философиясының негізін салушы, оның Афинада құрған академиясы алғашқы болып есептеледі. Әлем бойынша ең алғашқы академия болып есептеледі. Және государство деген еңбектің авторы. Біздің ойымызша Платон. Дұрыс айтасыз. Соңғы яшық қалды. Ежелгі Грециядағы бірінші философ, астроном және математик болып саналады. Біздің тақырыпқа сай келеді. Фалес. Фалес, дұрыс айтасыздар. Ана сызбадағы кімнің теориясы? Сол кісінің? Милеттік Фалес, дұрыс айтасыздар. Жауаптарым. Ал енді осымен біздің интеллектуалды ойынымыз аяқталды. Қатысқандарыңызға рахмет. Негізі сіздердің осы сабаққа, осы семинарға дайындық деңгейлеріңіз жақсы, керемет, жоғары деңгейде деп айта аламын. Енді осы ғұламаларды зерттепсіздер, ғұламалардың еңбектерін зерттедіңіздер. Бізге дейін болған ғылыми немесе философиялық тұжырымдаманы зерттедіңіздер, талдадыңыздар. Бүгінгі семинар тақырыбы жақсы өтті деген ойдамын. Келесі сөз кезегін сізге. Рахмет, Асылбек. Құрметті магистранттар, сонымен бүгінгі біздің ғылым тарихы және философиясы пәні бойынша ежелгі Грекия ғылымының отаны деген тақырыпта семинар сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сіздердің осы тақырып көлемінде еңбектеріңіз, ол еңбектердің жемісі, осы тақырыптың көлемін жан-жақты өз деңгейлеріңізде ашып көрсету және осы тақырыпты ашу барысында қарастырылған жоспар бойынша сұрақтардың мән-мазмұнын өз деңгейінде талдап көрсетуге тырысқан еңбектеріңіз бағаланады. Сіздерге көп рахмет. Болашақта да осындай үлкен талдау жетістіктерге, ғылым саласына қатысты танымдық ізденіске сіздерге сәттілік тілейміз. Сонымен сабағымыз аяқталды. Бүгінгі сабақ қорытындысы бойынша барлықтарыңызға өте жақсы деген баға қорытындысы қойылады. Сонымен сабағымызды қорытындылайық. Сау болыңыздар. Сау болыңыз.